Қалай айтамайым даже қандай күйде екенін. Өйткені мен басымды көтеріп жүруден қалдым. Ешқандай туысқандарым арасында басым көтеріп жүруден қалдым ғой. Енді былайша айтқанда бәріне өтірікші болдым. Кредитті вообще төлеп жатқан жоқпын қазір. 5 кредитім бар. Назеркенің жолдасы, 3 баласы бар қатардағы отбасы. Алматы шетінен қос қабатты үй соғып, ауланы баққа, ішін жиһазға толтырып байсақ деген арманның күл-талқаны шықты. Бәрін құртқан бөтен емес, өз қайнысы. Қайным келеді. Жанында Шынар деген қыз бар. Ой, осындай керемет бір бизнес бар. Бағасын естіген кезде 875 мың. Мен сразу қайныма айттым. Менде ондай ақша жоқ. Онсыз да бір басында 3 несие бар Назерке атты тонналаға қашқанымен 3 күн өтпей киноттың құрығына түсті. Тек қана адамдардан ақша сора береді ғой. Былайша айтқанда, сора береді.